Қайырлы күн, Тарих мектебі каналының көрермендері. Бүгін сіздерге Тарих мектебі каналы өзінің келесі тақырыбын ұсынады. Яғни, алдыңғы видеода тамашалағандарыңыздай түрік қағанаты және батыс түрік қағанаты туралы мәліметтер сіздерге берілген болатын. Енді бүгінгі сабағымыз осы батыс түрік қағанатымен қатарлас бөлінген шығыс түрік қағанаты туралы болмақшы. Шығыс түрік қағанатының территориясы батысында Қазақстанның шығысы, шығысында Шығыс Түркістан, оңтүстігінде Орталық Азия, солтүстігінде оңтүстік Сібір аймағын қамтиды. Шығыс түріктер мен Қытай арасындағы қақтығыс салдарынан осы Моңғолияда үлкен мемлекет 682 жылы құрылған болатын. Бұл мемлекеттің негізгі ең үлкен көрнекті тұлғасы өз заманындағы елді біріктірушісі елтеріс білге болып табылады. Күлтегіннің жазбасында ол қарсыластарына 47 жорық, ауқымды 20 шайқаста жеңіс жеткендігі туралы айтылады. 7 ғасырда Құтлық елтеріс қағанға 4 құбыласымен бірдей шайқасуға тура келді. Тамғаш шежірелеріндегі бүлікші деп бағалауының себебі де осы жерде. Құтлық көшпелілердің соғыс тәсілін пайдаланып, қаша жүріп соғысып, күш қуатын молайтты. Астына ат деген соң, түркілер империяның ішінде құйындай ұйытқып, жайындай жүйткіді. Ордос төбегінен шығысқа қарай созылған ұлы Қытай қорғанынан бойлай шабуылға шығып, оның бойындағы барлық бекіністердің быт-шытын шығарды. Тұрақты армияның соғысына ұшырамай жалтара жүріп, Қытайдың 5 әскери округін талқандады. Қытай армиясы түркілердің үйші, бала-шағасы қоныстанған Цзэншуйшан тауына аттанады. Ел жұрты қырып жоюға аттанған қалың әскердің алдынан шыққан елтеріс қаған Цзэншжоу деген жерде шайқасқа түседі. Өлім мен өмірдің тағдыры шешілетін қанды қырғында елтеріс қағанның ержүрек жасағы Қытай әскерін жеңді деп мәлімет қалтырылған екен. Құтлық елтерістен кейін билікке 691-716 жылдары Қапаған келеді. Ол кезде қағанаттың әскері күшейіп, 710 жылы түргештерді жеңіліске ұшыратады. 716-741 жылдар аралығында білге қаған билікке келеді. Ол Құтлық қағанның баласы, яғни Қытаймен одақ құрып, белгілі бір дипломатиялық қарым-қатынастарды шешуге тырысқан болатын. Енді осы шығыс түрік қағанатының территориясына келіп түсек, осы жерде Орхон бойындағы елді мекендерді шығыста таулы Хинғанға дейін және Моңғолияға дейінгі өңірлердің барлығы шығыс түрік қағанатының мекені болып есептелді. Әуел баста Қытайдың Суй әулетіне наразы болған билеушілер шығыс түрік қағанатының билеушісі Суар қағанмен одақтасады. Ақырында Суар қаған бастаған түріктермен бірлесіп, Суй әулетін тақтан тайдырады. Қытайдағы билікке Суйдан кейін Таң әулеті келеді де, Қытай елі Таң патшалығы деп аталатын болды. Алғашқыда Таң әулеті Суар қағанды қолдағанмен, көп кешікпей одан іргесін аулақ сала бастады. 619 жылы Ордосқа шабуыл жасаған кезде Суар қаған қайтыс болады. Қытай аймағына көптеген жорықтар жасала бастайды. 9 жылға созылған үздіксіз жорықтардың салдарынан көшпелі түріктердің сыртқы саясаттағы тәуелсіздіктерін орнықтырды. Таң патшалығының астанасы Чаньянға дейін жетіп, қайсар басшыдан айырылған түрік халқының бір бөлігі Қытайды мойындаса, келесі бөлігі батыс түрік қағанатына көшіп кетеді. Осылайша қуатты шығыс түрік қағанаты уақытша өзінің тәуелсіздігінен айырылып, Таң империясының құрамына бодан елге айналып кетеді. Енді бірақ шығыс түрік қағанатының қазіргі Қазақстан тарихында әсіресе айтылып жүреді, қайтадан жанданған екінші кезеңі бар деп атайды.
Яғни, Шығыс түрік қағанаты бұл жерде түсініксіз болып кетуі салдарынан 603 жылы түрік қағанаты екіге бөлінеді. Батыс түрік қағанаты және шығыс түрік қағанаты. Осы кезеңдегі 603 пен 682 жылға дейінгі аралықтағы тарихтары осылай ғана баяндалады. Ал 682-744 жылдар дегеніміз екінші шығыс түрік билеушілерінің саясаты кезеңі, яғни шығыс түрік қағанатының қайта жанданған уақыты деп есептеледі. Өйткені Қытай ықпалына түскен түркілер тәуелсіздік үшін қайтадан күреске шыға бастайды. Әсіресе 679 жылы 24 түрік тайпалары бірігіп, орталарынан қаған көтереді. Бірақ дәл осы кезеңде түркілер жеңіске жете алмайды, толық талқандалады. Бірлесе қайтадан күреске шығудың орнына өзара алауыздық танытып жеңіліске ұшырайды. 682 жылы Ашина руынан шыққан Құтлық өздерінің серіктерімен жаңа көтеріліс бастайды да, оның басты рухани қолдаушысы данышпан Тоныкөк болады. 700 адамнан тұратын көтерілісшілер Қарақұм қаласын басып алып, өздерінің сандарын 5000 адамға көбейтеді. Тоныкөк ескерткіштеріндегі мәтінде бұл былай деп баяндалады. Тақ иесі қалмады. Орман тау арасында қалғаны жиылып 700 болды. Екі бөлігі атты еді, бір бөлігі жаяу еді. Біріктірушісі мен едім. Одан соң көктегі тәңірі бірлік бергендіктен өзім құдіретті қағанмен ұғыстым деп айтады. Осы жердегі құдіретті қаған деп аталып отырғаны Құтлықтың елтеріс қаған деген атпен таққа отырғызылған. Ол Тоныкөктің ақылымен мемлекетті нығайту үшін жан-жаққа жорық жасайды, әсіресе Таң империясынан өзінің билігін алып шығады. Қапаған қаған Қытайға жасаған жорықтары кезінде қалаларды тонап, сан мыңдаған адамды тұтқынға әкетіп отырған. Ол түркілердің айбарлы мемлекетін қалпына келтіріп, оның әскерінің саны 400 мың адамға жеткен екен. Тіпті тек қана адам саны емес, ол өздерінің шекарасын Хангой жоталарынан темір қақпаға дейінгі аралықта созып алды. Әсіресе Мойынчор мәтінінде Қапаған қағанның жорықтары туралы мынандай мәлімет бар. Барлығы 25 жорыққа шығып, 13 рет соғыстық, елдігін елсіреттік, қағандығын қаңсыраттық, тізеліні бүктірдік, бастыны жүгіндірдік деп өте бір қатыгез, жаугершілік, патриоттық сезіммен жазылған болатын. Ел болу үшін көшпелілерді күшпен біріктіруге мәжбүр болып отырған Қапаған қағанның көреген саясатын өзгелер түсіне алған жоқ. Кейбір түрік тайпалары оған қарсы көтеріліске де шығып отырды. Қапағанның орнына атақты ұлы Білге қаған деген атпен келеді Мойынчор. Ол Қытайға келісім шарттарын ұсынып, және жоғарыда айтқандай мемлекеті қайта нығайтуға келеді. Осы жерде мынандай деректер айтылады. Түркі халқының атақ даңқы өшпесін деп, Тәңірі әмірімен қаған болдым. Ең болмаса, дәулетті халықты билемедім. Іші ассыз, сырты тонсыз, әлсіз, нашар халықты басқардым. Түркі халық үшін түн ұйықтамадым, күндіз ұйықтамадым деп дерек қалдырған екен. Білге қаған осы түрік қағанатын қайта қалпына келтіреді. Енді ол Қытайдың түркі тілдестері халықтарын өзара қарсы қойып, бөлшектеп ұстау саясаты жүзеге аспай қалады. 721 жылы Таң империясы Білге қағанмен бейбіт келісім шарт жасасуға мәжбүр болады. Қытай өзі тарапынан түрік қағанатының дербес тәуелсіз мемлекет екенін мойындады. Білге қағанға бауыры әрі әйгілі қолбасшысы Күлтегіннің 731 жылы дүниеден қайтуы аса ауыр тиеді. Осы кезеңде Күлтегіннен қаймығып жүрген кезде өтірік қатты нашарлап, әл-ауқаты әлсіреген уақытта қол астындағы тайпалар біртіндеп бас көтере бастайды.
734 жылы Білге Қағанды өзінің ең сенімді уәзірі у беріп өлтірді деген дерек бар. Енді түркі мемлекетінде таққа отыратын Қағанды өлтіру әдетке айналып кетті. Осындай ауыр халде басмыл, қарлық ұйғыр тайпалар қағанаттан бөлініп шығу әрекетін бастайды. Мұның өзі түрік қағанатының ыдырап кетуіне алып келді. Сөйтіп 744 жылы ұйғырлардың Яғлахар тайпасы екінші шығыс түрік қағанатының болмыш қағанын өлтіріп, Айбынды екінші түрік қағанатын біржолата құлатады. Түрік қағанаттарына билік жүргізген Ашина әулеті де биліктен ығыстырылады. Яғни бұл тарихи оқиғалардың барлығы түсіне білген жанға өте көп мәлімет береді. Енді сіздерге кішкене атақты қолбасшылар туралы дерек айтып кеткенді жөн көрдім. Тоны көк, үш бірдей қағанға уәзір болған кемеңгер атақты қолбасшы. Түнде ұйықтамадым, күндіз отырмадым, қызыл қанымды ағыздым, қара терімді төктім деп шумақтап жыр қалдырған атақты қолбасшы. Одан кейін билікке келген Күлтегін, ол Құтлық қағанның баласы. Күлтегін туралы шығыс түрік қағанатының Орхон Енисей жазбаларында оны көк түріктің көк семсері деп бағалаған екен. Білге қағанға ескерткіш тұрғызылып, оның жазбаларын иолық тегін жаздырған болатын. 744-840 жылдары осы қағанаттың орнына ұйғыр қағанаты келіп орнығады. Енді бұл жерде қорытындылайтын бір үлкен ой тұр. Түрік қағанаты, батыс түрік қағанаты, шығыс түрік қағанаты болсын, қайсысын алсаңыз да, ол жердің түйіні біреу. Тәуелсіздікті қастерлемеген, айбынды қағандарын сақтамаған елдің мемлекеттілігінің оңай күйреп кететінін тарих тағы да бір дәлелдеді. Назарларыңызға көп рахмет. Каналға тіркеліп, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар.